Баршаңызға қайырлы күн. Мені құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте керемет сағат дайындайтын боламыз. 10 минутта дайын болады. Ол үшін бізге брокколи мен гүлді орам жапырақ қажет болады. Алдын ала қайнап тұрған суымызды дайындап қоямыз. Суымыз қайнаған кезде жаңағы орам жапырақ пен брокколимізді салатын боламыз. Шым-шым тұз қосамыз. Суға шым-шым тұз қосуға ұмытып кетпеңіздер. Қайнағаннан кейін жаңағы орам жапырақтарымызды 3 минут қайнататын боламыз орташа отта. Ол қайнап болғанша біз жаңағы жапырағымызды листья для салата дейміз, соны турап. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қызанағымызды осылай тураймыз. Тура 3 минут өтті. Енді 3 минут өткеннен кейін сүзіп алатын боламыз. Ары қарай тұздалған қиярларымызды, яғни соленый огурцы, корнишоны немесе үйдегі бар қиярларымызды турасаңыздар болады. Менде корнишоны бірақ үлкенірек болып қалды. Және де кукуруза қосамыз. 100 грамм кукурузадай қосып, жаңағы орам жапырақ пен брокколиміздің бәрін қосып, майонез қосып, қара бұрыш сеуіп, жақсылап тұрып араластырамыз. Салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоларым ұнап жатса маған жазылып, лайк басып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар.